Армысыздар, құрметті оқырмандар. Халық қаһарманы Сағдат Нұрмағамбетовтың туғанына 100 жыл толуына орай бабалар ерлігі ұрпаққа үлгі тақырыбындағы тұлғалы сағатқа қош келіпсіздер. Сағдат Нұрмағамбетов 1924 жылы Ақмола облысының Қосым ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысына қатысушы. 1942 жылы әскер қатарына шақырылады. Бірінші Беларусь майданында Солтүстік Кавказ, Украина, Молдавия, Польша, Германия майдандарында соғысқан. Пулемет взводында ротаны, 5 екпінді армияның атқыштар батальонын басқарды. Гитлер канцеляриясында шабуылдауға қатысты. 1946 жылы әскери академияны, 1981 жылы бас штаб академиясын бітірді. 1950-1989 жылдары азаматтық қорғаныс штабының бастығы, Орда Азия әскери округы әскерлер бастығының орынбасары, оңтүстік әскери тобы Венгрия бастығының бірінші орынбасары. 1990 жылдары Қазақстан Республикасы соғыс еңбек және қарулы күштер ардагерлері кеңесінің төрағасы. 1991-1992 жылдары Қазақ КСР мемлекеттік қорғаныс комитетінің төрағасы. 1992-1995 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы қорғаныс министрі, армия генералы. 1996 жылы Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі, КСР, Ресей, Украина, басқа да мемлекеттердің ордендерімен марапатталған. Армия генералы, Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы. Сағдат армия генералы болуы емес, география және тарих пәнінің мұғалімі болуды армандаған. Бұл пәндерге деген ықыласы ерекше болатын. Жұмулы көзіменен ол әлем картасынан кез келген жерді көрсетіп бере алатын. Сол кезде картаның көрсеткіш таяқшамен емес, Европаны жалдан азат ете отырып, барлық қала мен даланы өзі жүріп өтетін, кейіннен жас мемлекет үмітінің мүшесі ретінде бүкіл әлемді шабайтынын білді дейсіз бе? 41 жылы соғыс оның мұғалім болам деген арманына тосқауыл болды. Соғыс әскери іс оның бүкіл өмірінің мәніне айналған іс болды.